Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздерге 3 минутта дайын болатын шоколадты кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен құрғақ қоспаларымызды, яғни ұн, қопсытқыш, какао ұнтағын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бөлек ыдыста жұмыртқа, сүт, сұйық май, қантымызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай жақсылап араластырып болған соң, жаңағы дайындап алған құрғақ қоспаларымызды қосатын боламыз. Дайын болған қоспамызды осындай кішкентай кеселерімізді алып, теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Және микроволновкаға 3 минутқа жіберетін боламыз. Мінекей, достар, 3 минутта дайын болатын шоколадты кексіміз өте дәмді, өте жұмсақ, өте оңай дайын болды. Егер менің рецептім сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басыңыз. Сіздермен болған Ақбота.